Балама энергияны табиғи шикізаттан емес, қоршаған ортаны уламайтын, таза табиғи жолмен өндіретін энергия. Балама энергия көздеріне күн, жел, су энергиясы, биатон және геотермальды энергетика жатады. Әлемде көптеген елдер энергетикалық дағдарыстан шығудың жолдарын іздестіруде. ақш, Канада, Англия, Қытай, Жапон елдері балама энергияны пайдаланады. Күн энергиясы дәстүрлі емес энергияның бір түрі. Оны пайдалану кездейсоқ емес. Күн энергиясы бітпейді, әрі экологияға қатер келтірмейді. Сондықтан бұл жаңашыл идеяның болашағы үлкен. Күн жердегі тіршіліктің болуына, өзендердің ағуына, желдің соғуына, өсімдіктің өсуіне тікелей әсер ететін бірден бір энергия көзі. Мұнай, газ, көмір де күннің арқасында пайда болған. Адамзат күн энергиясының шамамен 10 мыңнан 1 бөлігін ғана пайдаланады екен. Күн энергиясының 1% ғана пайдалана алса, адамзат бірнеше ғасырға дейін энергия мәселесін шешеді. Біздің елімізде балама энергия әлі кең тараған жоқ. Мамандардың сараптамасы бойынша, елімізде балама энергияны пайдалану 1% екен. Оны тарату болашақтың ісі.